Ассаляму-алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қазақтарым менің. Егер сіз ислам туралы шынайы шындықты іздесеңіз, менің ютубтағы видео каналыма жазылыңыз. Және менің сайтыма кіріңіз. Умрада 11 күн болып келдік. Әл-Харамнан 1 километр қашықта тұрып жаяу жүрдік. Мен ұмытпай тұрғанда умра туралы жаңа әсерлеріммен бөлісуді шештім. Барлық қажылықтардың басты қатерлігі олар бірнеше адам болып жиналып келіп, бір-бірінің артынан жүреді үнемі. Тіпті дәретханаға да бірге барады. Қажылық жасауға немесе умраға келгеннен кейін басқа таныстарыңызға алаңдамау үшін бәрінен бөлек жалғыз жасау керек. Өйткені олар бір-бірінің артынан жүреді және артта қалудан немесе адасудан қорқады. Сондықтан олардың барлық назары тауаф пен ас-сафа мен мәруаның арасында жүгіру емес, бір-бірінің артынан жүруге бағытталған. Содан кейін олар бірге жүрген кездерінде басқаларға кедергі жасайды, олардың арасынан өтуге мүмкіндік бермейді. Немесе зикірді қатты қайталайды, осылайша айналасындарға кедергі келтіреді. Менің сізге кеңесім, тауафты бастамас бұрын бір-біріңізбен умра аяқталғаннан кейін қайда кездесетін жерді белгілеп, алдын ала келісіп алыңыздар. Одан да жақсысы, умра өткен соң қонақ үйде кездесетін болып кілтті рецепшнге қалдырып кетіңіздер. Сосын умраны жалғыз жасаңыздар. Умра жасаған кезде телефондарыңыз қонақ үйде қалдырыңыз және тауаф пен сай кезінде ешкіммен сөйлеспеңіз. Сонымен қатар өзіңіз және басқаларды фотоға және видеоға түсірмеңіз. Мені тыңдамасаңыз, сізден показуханың иісі шығып тұрады. Мұның бәрін кейінірек жасай аласыз умра өткен соң. Әйтпесе сіздің қарапайым турист ретінде үйге оралу қаупіңіз өте жоғары. Әдетте топпен бірге жүретін сауатсыз имамдар әр қажының артынан жүгірмеу үшін бөліп тұрса да егде жастағы және науқас адамдарға арналған жеңілдіктерді айтпай үндемей жасырып қалады. Мұндай адамдарға қажылық және умра кезінде жеңілдіктер бар. 1 және 2 орындық электр скутерлеріне отырып тауаф пен сай жасай алады. Бұл рақат бір адамға 57,5 риалдан тұрады. Тауаф 57,5 риал, сай 57,5 риал. Егер бәрі бірге болса, онда 115 риал тұрады. Осы қажылық пен умраны өте жеңіл өткізуге болады. Қосымша умра жасау үшін жергілікті полицейлер еркектерден ихрам киюлерін талап етеді. Ал скутермен қосымша умра жасау үшін ихрам кию қажет емес. Егер ихрамыңыз былғанып қалса, не иісі шығып жуғыңыз келмесе, бұл таптырмас амал болып табылады. Бірақ сонымен бірге баршаңызға бұл ұятсыз компания екенін ескерткім келеді. Өйткені менің Каспий картамнан 2 күннен кейін екінші рет ақшамды рұқсатсыз шешіп алып, шулатқан соң әзер қайтарды. Сондықтан мүмкін болған жағдайда олармен қолма-қол ақшамен есептесуге тырысыңыз. Әл-Харамда жүргендердің әрқайсысы өзімен өзі жүреді. Сондықтан өте жас адамдар сіздің мұрныңыздың алдынан өтіп жол бермеген кезде оған ренжудің қажеті жоқ. Сондай-ақ көптеген адамдар жолдың ортасында тұрып алып, өтетін жолды жауып тұрғанын жиі көруге болады. Бұл надандарға олардың жолды жауып тастағанын еске салсаңыз, олар сізге сенің денің дұрыс па дегендей көзқараспен қарайды. Егер сіз Меккеге турист ретінде емес, қажылық немесе умра жасау үшін келген болсаңыз, онда намаз оқығаннан кейін мешітте отырып зікір жасаңыз, дұға етіңіз, Құранды оқыңыз. Көшеде босқа сенделіп жүріп басқаларға кедергі келтіруден гөрі осылай істегеніңіз өте жақсы. Әдетте адамдардың көбісі намаздан кейін сыртқа шығады, сыртта жұмыстар болмаса да. Және өздерінің істеп жүргендерін ұқпайды, әйтеуір сандалып жүре беру керек. Сондықтан олар топтасып тұрады немесе бәріне кедергі келтіріп, алға артқа қажетсіз жүре береді, басқаларға бөгет жасап. Меккеде тамақтар өте қымбат. Сондықтан егер сіз ақшаны үнемдегіңіз келсе, онда жолға шықпас бұрын роллтон, доширак және тағы басқа жылдам дайын болатын тамақтарды алып алыңыз. Сондай-ақ егер бөлмеде шайнек болмай қалса, немесе шайнек жұмыс істемейтін болса, өзіңізбен бірге су қайнататын электр қайнатқышын алыңыз. Егер сіз шайды жақсы көретін болсаңыз, онда сумен емес, зәмзәммен қайнатыңыз. Дәмді және пайдалы болады. Сіз ақшаңызды экономдау мақсатында таңғы асты қонақ үйде бөлмеде іше аласыз. Ал әбетті кафелердің бірінде еті бар тамақпен тамақтану керек күш жинау үшін. Кешкі асқа дүкеннен шай, май, жем, нан, консервілер және тағы сатып алуға болады. Үнемі тек қана зәмзәмді ішіңіз, дұға жасап. Шырындар мен басқа да сусындарды үйде қайтқан соң да іше аласыз. Ал зәмзәм Меккеден басқа жерде енді болмайды. Осыны ұмытпаңыз. Тек қана зәмзәм ішіңіз.
Ерте ұйықтаңыз. Біз Меккеге пересадкамен ұшып барған кезде аздап күш жинап үшін таңертеңгі намазға дейін ұйықтауға тырысамыз. Және таңертеңгі намаздың алдында әд-харамға келеміз де фажырдан кейін умраны бастаймыз. Туристік фирмалар қонақ үйге қоныстанғаннан кейін бірден умраны бастайды. Адамдарға біраз демалуға да мүмкіндік бермейді. Мен бірнеше рет тауып жасағысы келетіндерге кеңес беремін. Мен ихрамды қайта киіп кез келген намаздың алдында тауып жасаймын. Содан кейін фард намазын аяқтағаннан кейін мен қайтадан ниет қабылдап тауапты қайтадан бастаймын. Осылайша әд-харамға бір келгенде 2 рет умра жасауға болады. Кімде-кім қалауымен күші болса, күніне бірнеше рет тауап жасай алады. Сіз Қабаның айналасында тек 7 айналым ғана жасап қоймай, көбіректі жасап, көбірек сауап аласыз. Аллах Құранда, ал егер кімде-кім өз еркімен қосымша игі іс жасаса, онда Аллах ризашыл білуші дейді. 2 сүренің 158 аятында. Мен өзім әдетте 9 не 11 айналым жасаймын. Туристік фирмалар тарататын кітаптарды оқудың қажеті жоқ. Сіз тәуап кезінде өз тіліңізде зікірлер мен дұғаларды қайталай аласыз. Егер сіз бір рет Мединада болған болсаңыз, қайтадан барудың қажеті жоқ. Мединаға сапардың қажылық пен умраға ешқандай қатысы жоқ. Бұл жай ғана туристік сапар болып табылады. Осылайша туристік фирмалар өз ақшаларын үнемдейді. Өйткені ондағы өмір Меккедегі өмірге қарағанда әлдеқайда арзан. Мен осы туристік фирмалардың адамдарды Мединаға апарып, шірк жасауға қалай мәжбүр етіне туралы видео жазып түсірген едім. Сіз оларды ютубтағы менің каналымнан және менің веб-сайтымнан көре аласыз. Дәрі-дәрмектер мен уколдарды өзіңізбен бірге алыңыз. Саудияда дәрі-дәрмектер өте қымбат. Қосымша аллергияға қарсы дәрілер мен күшті антибиотиктерді алыңыз. Егер сіз ауырып қалсаңыз, онда ешкіммен ұрсыспаңыз, ренжімеңіз. Керісінше Алла тағаланың бақылауына түскеніңізге қуаныңыз. Бұл жолы Меккеде уақыттың ұзарғанын ерекше атап өткім келеді. Біздің отанымызда уақыт тез өтіп жатыр. Біз көп нәрсені істеп үлгермейміз. Меккеде уақыт ұзаққа созылады. Осылайша Аллах уақытты ұзарта отырып, зікірді және басқа да Құдайға ұнамды істерді ұзақ орындауды бізге орындауға көмектеседі деп ойлаймын. Егер умрадан қайтарда сізде артық реалдар қалатын болса, оларды 0-ге дейін пайдалануға асықпаңыз. Оларды келесі келуге қалдырыңыз. Өйткені әуежайдан қонақ үйге дейін 200-250 реал төлейсіз. Сонымен қатар обменник тапқанша және долларыңызды реалға айырбастағанша тамақтануға ыңғайлы болу үшін ақша болу керек. Орташа айтқанда $100 баламасы болатын реалды келесі келгенше сақтау керек. Сондай-ақ Аллахтың үйіне қонаққа келген екенсіз, осыны пайдаланып, садақаны көп таратыңыз, зікірді таратыңыз. Алла сіздің жолыңызды жеңілдетсін және сізді өз үйіне қонақ ретінде шақыру арқылы сіздің ниетіңізді қабыл етсін. Әмин. Қорытындылай келе барлық сансыз, шексіз және шексіз мадақтардың бәрі тек әлемдердің иесі жалғыз Аллахқа лайық. Аллах біздің пайғамбарымыз Мұхаммедті, оның отбасы мүшелерін, оның серіктерін және олардың артынан ергендердің барлығын жарылқасын. Әмин.